Сәлеметсіздер ме? Екі шардың беттерінің аудандарының қатынасы, 4-1-ге қатынасы, көлемдерінің қатынасын табыңыз. Мен мына жерге шардың көлемінің формуласын және шардың бетінің ауданының формуласын жазып қойдым. Енді қараңыздар, екі шар берілген және екі шардың беттерінің аудандары. Демек, S1-дің S2-ге қатынасы 4-1-ге қатынасындай. S1 дегеніміз ол 4π R1-дің квадраты. S2 дегеніміз 4π R2-ның квадраты. Сонда 4π R1-дің квадратының 4π R2-ның квадратына қатынасы 4-1-ге қатынасындай. Енді мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 4π мен 4π қысқарып кетеді. Сонда R1-дің квадратының R2-ның квадратына қатынасы 4-1-ге қатынасындай. Немесе R1-дің квадраты ол 4 еселенген R2-ның квадратына тең. Енді V1 дегеніміз, мысалы, бірінші шардың көлемі 3-4π R1-дің кубы. Ал V2 дегеніміз 3-4π R2-ның кубы. Екеуінің қатынасын аламын. V1-дің V2-ге қатынасын табуымыз керек. Сонда 3-4π R1-дің кубының 3-4π R2-ның кубына қатынасы. Қысқарып кетеді, қысқарып кетеді, қысқарып кетеді. Сонда R1-дің кубының R2-ның кубына қатынасы. Міне бізге табу керек нәрсе осы. Қарап отырсаңыздар, мына жерде R1-дің квадраты ол 4R2-ның квадратына тең. Немесе R1 дегеніміз 2R2-ге тең. Сонда мына жерге апарып жазамын. Так, R1-дің орнына 2R2-ны қоямын және оны кубтаймын. Бөлімінде R2-ның кубы тең болады. 2-ның кубы 8, R2-ның кубы бөлімінде R2-ның кубы тең болады. 8 бөлу 1. Екеуі бізде жойып кетеді. Сонда көлемдері V1-дің V2-ге қатынасы 8-дің 1-ге қатынасында екен.